Сен Құранбек енді қазақ журналистикасының қазақ азаматтарының ішінде енді бір айшықты ерекше азамат қой енді. Иә. Ол кісі туралы сіздің естеліктеріңіз керемет енді, иә? Иә. Қалай жазғандарыңыз отырып, ол кісі де біраз шабыт берген туралы. Иә. Ол жерден Бейсен Құранбек жайында айтатын болсаңыз, ол жерде бір нәрсе, оны феноменға бұрқ еткізген нәрсе. Бұл жаңағы бұның әңгіменің басында айтылды, саналы түрде жауапкершілік арқалау деген. Мысалға мен оны 2005 жылы Америкада көрген кезде бір апта бірге жүрдік қой енді. Оның бойында ешқандай алып бара жатқан қасиет көрінген жоқ. Аңқылдаған ақ жүрек, жақсы жігіт, жаңағыдай аузын ашса жүрегі көрінеді. Бірақ бір ойбай мына болашақта мына жапырады деген сияқты ештеңе де жоқ. Бірақ 2013 жылдың қаңтар айында екеуміз жол шай ішкен кезде ол жерде басқа Бейсен отырды. Не үшін? Себебі ол кездегі әңгіменің қызық жері содан басталады. Сол Бейсен айтты маған. Мен жоғары жақтың бәрінде болдым. Жаңағы 01-дің қасында жүріп сапар шектім. Ол кісі не айтады, не қояды, қандай